Сәлем достар. Бүгін мен посуданың астындағы мына поддонды налеттан қалай құтылу керек екенін лайфхак көрсететін болам. Посуданы сулатып алып, үстінен уксусты 70% уксусты молынан қылып құямын. Уксустан кейін үстінен пищевой содамен тағы қосам. Кішкене жарты сағат уақыт берем. Кірі езілсін деп, сосын артынан бір ескі губка алып, жақсылап ысқылап жуам. Бірінші реттен кетпесе, екінші ретте содасыз уже жалғыз уксусты ғана тағы қойып, тағы бір 15-20 минутке қоям. Міне көргеніңіздей поддон тап-таза, жап-жаңа болып шықты. Осылай жаңа решеткаларында шайып жуып қоюға болады. Қош сау болыңыздар.